Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте пайдалы рецептпен бөлісемін. Мультиваркада дайындалатын фаршированные кабачки рецепті. Өте дәмді әрі пайдалы тағам, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап дайындап көріңіздер. Достар, каналыма тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналымнан көптеген дәмді, пайдалы рецепттер таба аласыздар. Фаршированные кабачки дайындау үшін бізге ең алдымен осындай 2 кабачки қажет болады. Фарш сиыр етінен немесе басқа да тауық етінен болса да болады. Және де осындай бір сарымсақ. Алдымен кабачкидің әр біреуін 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Және ортасын осылай ас қасықпен тазартып аламыз. Пышақпен де тазартуға болады, бірақ осылай ас қасықпен тазартсаңыздар өте әдемі болып, ортасы күшті болып тазартылады. Әрбір бөлікті осылай тазартып аламыз. Кабачкидің дәндерін осылай, яғни ортасынан алып тастағандарды бөлек ыдысқа салып қоямыз. Өйткені біз қазір оларды турап, осы фаршпен бірге араластырып, қайтадан кабачкидің ортасына салатын боламыз. Міне осылай кабачкидің ортасында дәндерін тураймыз, турап фаршпен араластырамыз. Өте ұсақ қылып тураймыз. Сарымсақты да өте ұсақ қылып турап, осылай кабачкидің дәндеріне қосамыз. Оған фаршты қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Қасықпен араластырып болған соң, қолмен араластырып жатырмын, яғни әбден бір келкі болуы үшін. Енді осылай ас қасықпен ортасы тазартылған кабачкиларға начинкамызды саламыз. Әбден толтырып сала беріңіздер, өйткені ортасында кабачкидің дәндері бар, олар піскен уақытта олар кішірейеді, яғни көлемі кішірейеді, сондықтан толтырып сала беріңіздер. Осылай міне ас қасықпен барлық кабачкидің ортасын толтырып шығамыз. Міне біздің начинкамен толтырылған кабачкиларымыз дайын. Енді біз үстінен құятын соус дайындаймыз. Ол үшін бізге бір ас қасықтай немесе 2 ас қасықтай осындай қаймақ және де 1 шай қасық томат пастасы жеткілікті. Тұз қосамыз және де су қосып жақсылап араластырамыз. Соус қатты сұйық болып кетпес үшін мен суды бірден қоспадым, осылай мөлшерлеп қосып жатырмын. Мультиварканың шашасына ешқандай сұйық май құюдың қажеті жоқ, осылай біртіндеп кабачкилардың барлығын орналастырамыз және де бетінен соус құямыз. Мультиварканың крышкасын жауып, тушение режиміне 40 минутқа қоямыз. Тушение режимі болса болады, немесе выпечка режиміне де 40 минутқа қойсаңыздар болады. Міне біздің фаршированные кабачки дайын, өте дәмді болып шықты. Мультиваркада дайындалатын рецепт өте пайдалы әрі дәмді тағам. Кабачки жақсы көретіндер үшін тіпті керемет, сондықтан осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер дегім келеді. Бетіне осылай көк шөппен әсемдікке сеуіп жіберсеңіздер болады. Арықтап жүрген қыз келіншектер үшін бұл кешкі асқа өте таптырмас тағам. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды, әрі ұнады деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі каналыма тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып, все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Менің видеоларым сіздерге бірінші болып уведомлениемен келетін болады. Көптеген рецепттерді көретін боласыздар.
Сіздермен болған Мансия, қош сау болыңыздар.